Әрине ең бірінші не істеу керек, оны жақсылап жуындыру керек, ғұсыл алдыру керек, дәрет алдыру керек, сүннетке сай, әдебімен, барлығымен. Ассалаумағалейкум жамағат. Мұсылман қайтыс болғанда шариғатқа сай қандай әрекеттер жасау керек екендігін білгіңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Өлім хақ, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Мінекей сол ертең бәрімізге соңғы дем келген кезде ең алғашқы не істеу керек? Адам өлді. Ең алғашқы қандай амал жасалу керек? Осыны көп адам біле бермейді. Кейде бізге сұрақ қояды, не істеймін мен? Осылай болып қалды. Адам жаңағы сасқалақтап, қайда барарын, не істерін білмей қалады. Ең маңызды деген мәселелер айтып өтейін. Әрине, қатты жаңағы әбігерге салынбай, аспай-саспай, сабыр етіп, не істеу керек? Әлгі мәйттің мүмкін болса көзін жауып, бетін жауып тастау керек, бір алжапқышпен. Сосын дереу ең бірінші 103-ке звондауымыз керек. 103-те кім? Дәрігер ғой енді. Сол кісілерге телефон соғылу керек. Себебі олар келіп не істейді? Әлгі адам расында өлді ма, тоқтады ма, мидың жұмыс істеуі, жүректің соғуы, оның бәрін анықтайды. Бәлкім сіз ойлағандай адам өлмеуі де мүмкін мысалға. Немесе әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Өлімінде түрлі жағдай болады. Ауруханада адам өлуі мүмкін, далада өліп қалуы мүмкін, үйде өлуі мүмкін. Әртүрлі себеппен. Бәлкім кейде Алланың құдіретімен, бәлкім ол дәрігер тезірек келсе, аман алып қалуы да мүмкін мысалға. Кім білсін? Бәрінің бір себебі бар ғой әрине енді. Бірақ не болса, сіз өлді деп есептедіңіз, бірақ не істеу керек? Сіз өзіңіз емес, оны бірден дәрігерге звондап анықтату керек. Ол келгеннен кейін не істейді? Ол әлгі кісіні тексереді, қарайды барлығын, сосын қолыңызға я тірі, я өлді деп не істейді? Қолыңызға анықтама береді. Бұл ең бірінші атқаратын амалымыз. Екінші, артынша не істеу керек? 102-ге звондау керек, құрметті жамағат. Сол жергілікті сіздің тұрғылықты жердегі не дейміз, полиция бөлімшесі дейміз ба? Соған хабарласу керек. Ол да не істеу керек? Өзіне тиесілі міндетін атқару керек. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Неше түрлі жаңағы өлімінде біреу қатыгездікпен бірдеңе істеуі мүмкін, біреу байқаусызбен істеуі мүмкін. Оны анықтау керек. Қылмыстық жағдай болуы мүмкін мысалға деген сияқты. Бұл да маңызды, екінші. Үшінші, әрине енді ең жақын сізге жанашыр, бәлкім үлкеніңіз болатын шығар, ағаңыз болатын шығар әйтеуір. Сонда ең жақын туыстарға әрине бірінші хабар бересіз ғой. Сізді келіп жұбататын, көмектесетін үйіңізге келіп. Сосын әрине ең алғашқы жаңағы қызметті көрсететін, рәсімдейтін имамды шақыру керек мешітте. Имам келіп оның жаңағы оң жаққа жатқызып, тазалап, асты үстін барлығын. Көзін жауып, аузын жауып, бәлкім басын кейде мына иегінен асып байлау керек болады мысалға. Әртүрлі жағдаймен адам деген бұл дүниеден өледі, дүниеден кетеді. Сондықтан да имамның келіп оң жаққа жатқызып, оның бәрін реттеп, әлгі жуындырғанға дейін жасау бұл да маңызды. Әрине, енді одан кейін адамды енді жерге көму керек қой енді. Бұл алдын ала қаралу керек, жер керек адамды көму үшін. Не істейсіз, қайда барасыз? Жергілікті әкімшілікке барасыз. Немесе телефон соғасыз. Мазарларды бәйіттейміз, бұның бәрін қарайтын, тазалығына қарайтын, ішіндегі жаңағы адам өлген кезде жерді қазатын, көметін, жұмысшылардың бәрін жалдайтын, жалпы сол қызметке жауапты адамдарды бекітеді бұл әкімшілік. Мінекей сол жақтан жер мәселесін хабарласып не істеуіңіз керек? Сол жер мәселесін шешуіңіз керек болады. Одан кейін әрине шариғи тұрғыда ол адам бірінші не істеу керек? Мүмкіндігінше. Енді пайғамбарымыздың өміріне, хадистеріне қарайтын болсақ, ғалымдарымыз да бұны растайды, айтады біздерге. Мүмкіндігінше қолдан келгенше көп кешіктірмеу керек. Енді ауырған жағдайда, қылмыстық жағдай болған жағдайда, әртүрлі жағдаймен кейде моргте жатып қалуы мүмкін, кейде оны зерттеу керек, тексеру керек болады. Сол кезде бәлкім кешігуі мүмкін. Бірақ ондай жағдай болмаса, қолдан келгенше тездетіп оны істеу керек, жуындыру керек. Мүмкіндігінше біздің қазақтың дәстүрінде де қалыптасқан ер кісіні ер кісі жуады, әйел кісіні әйел кісі жуады. Ең жақын адамдары бірінші әрине кезекте не істеу керек? Білмеген жағдайда имам, сол жергілікті имам оны көрсетіп тұрады, барлығын айтып тұрады деген сияқты. Әрине ең бірінші не істеу керек? Оны жақсылап жуындыру керек, ғұсыл алдыру керек, дәрет алдыру керек, сүннетке сай, әдебімен, барлығымен. Одан кейін әрине кебін деледі ол. Марқұмды не істеу керек? Ер кісі 20 метр ақ матаға
әйел кісі 25 метр ақ матаға оралады, кебінделеді. Одан кейін артынша үшінші оның міндеті жаназа шығарылу керек. Тез арада жаназасын шығарып, ең соңғы сапары артынан жасалатын дұға жаназа деген. Сол жаназа намазы оқылады, одан кейін барып қабірге көмілу керек. Қабірге көміп болғаннан кейін артынша білесіздер, жалпы біздің дәстүрде қалыптасқан Ханафи мазхабының ұстанымы да осы тұста. Әлгі марқұмның жамбасы жерге тимейінше Құран оқылмайды. Жуылды, кебінделді, жаназасы оқылды, қабірге көмілді, содан кейін барып не істейді? Құран оқылады, дұғасы жасалады. Сонымен шығарып салған болып есептелеміз. Жаратқан Аллах Тағала әрине біздерге берекелі өмір нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.